Есек пен жолбарыс орманда айтысып қалыпты. Есек шөптің түсі қызыл депті, жолбарыс жасыл депті. Ары дауласып, бері дауласып, сосын төрелігін білуге аң патшасы арыстанға барыпты. Болған жайды айтады, арыстан тұрып, есек сенікі жөн, бара бер, мен қазір жолбарысты жазалаймын депті. Есек мәз болып жайына кетеді. Жолбарыс аң-таң болып арыстанға, бұл не қылғаның? Шөп жасыл екенін бәрі білмей ме дейді. Сонда арыстан тұрып, я шөп жасыл, бірақ мені сен шөптің қызыл болған үшін емес, өзің жолбарыс бола тұра есектің деңгейіне түсіп сондай ақмақпен айтысқаның қапа қылды. Жолбарыс деген атыңа сай болмағаның үшін мен сені жазалаймын деген екен дейді. Жалпы біреумен айтысып бірдемеге келіспей жатсаңыз, әуелі сол адамның ақыл парасат деңгейін бағамдаңыз. Тіліне қарап-ақ адамның ой өресін байқауға болады ғой. Ал сөз ұғып түсінбейтін, тек менікі жөнге салынған жан болса, онда оған сөз шығындамаңыз. Ондай адамды сөзден жеңу мүмкін болмайды. Толмасқа құйма, ұқпасқа айтпа деген қазақ. Жалпы ақымақ адам мен ақылды адам айтса, міндетті түрде ақымақ адам жеңеді. 100% гарантия. Ел арасындағы тәмсіл бар ғой, Абайдан сұрапты дейтін. Сөзге ділмар ақылды хакім Абай басыңызбен, осы уақытқа дейін сөзден жеңілген жеріңіз болды ма деп сұраса керек. Сонда Абай, мен ақымақ адаммен айтсам күнде жеңіліп қаламын деген екен дейді. Абайдың өзі де айтады осыны өлеңінде. Қайран сөзім қор болды тобықтының езіне деп. Сол айтқандай надан адамға айтылған сөз қор сөз, бос далаға кетті деген сөз. Ислам ғұламасы имам Ғазали айтты дейді. Немесе кейде имам Шафиғи деп жүреді. Мынандай бір есті сөз бар. Бір күшті дәлелмен 40 мықты ғалымды сөзден жеңдім, ал сондай 40 күшті дәлел келтіріп, бір наданды сөзден жеңе алмай қойдым дейді. Сондықтан алтындарым, көшеде болсын, басқа жерде болсын, өзіңіздің деңгейіңізге түсіп, сана салатын жан болмаса, сіздің деңгейіңіздегі надан адамға сөзіңізді қор етіп, уақытыңызды құртып, деңгейіңізді түсірмеңіз. Айтыспаңыз, сенікі дұрыс жөн дей салыңыз. Мейлі ол сізді сөзден жеңдім деп ойлар, өзіндікін жөн санар, өз білмейтін адам білгеннің тілін алмайды ешқашан. Қазақта қарғыстың жаманы өзің білме, білгеннің тілін алма деген қарғыс дейді. Сөзіміздің түйіні Мұхтар Әуезовтің ит мені қапты деп итті қапсам адамдық аузында не қасиет қалады деген сөзімен аяқтағым келіп отыр. Итпен ит болып таласып ырылдаспаймыз ғой. Қатесіңізді біреу көріп сынап, түзетіп дұрыс не айтып жатса, құп көріңіз. Ол өзіңізге жақсы. Ендеше үлкендер, ойланыңыздар. Кейінгілерге, жастарға осы тәрбиені үйретіңіздер. Бетпақ, білсем білмесім менікі жөн деп, қайтпай айтысатын жандардан көктеп көбейген өтірік емес. Менің осы сөзімді ақылды көкейіне түйіп алар, ал олай болмаса бұны да қатеге шығарып отыра беретіндер жетеді. Ештеңеге таң қалмаймыз. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы қазақ мінезі каналы. Каналды бірақ көріп шығыңыздар. Қазақтың салт дәстүр, мәдениеті, жақсы мінездер туралы баяндалады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, басқалардың көруіне себеп болыңыздар, таратыңыздар. Каналға жазылып қойыңыздар.